Бисмилlah, ассаламу алейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Құрметті Биогумус Түркістан YouTube каналының оқырмандары және қонақтары, мына Алла қаласа бүгін біздің істеп жүрген қарапайым көңнен, қоңыр көңнен қара шірік биогумусын шығару бизнесінен мына одан да үлкен этаптарға шығып жатқан ағаларымыздың өндіріс зауытына келіп тұрмыз. Мына Алла қаласа жаңағы қара шірік биогумустан неше түрлі минералдар қосылу арқылы осындай сұйық биогумус шығаратын өндіріс зауытқа келіп отырмыз. Міне осы жерде биомак деген бренд атпен шығып жатыр екен. Алла қаласа, био дегеніміз органический удобрение, ал мак дегеніміз міне үш ағамыз бірігіп істеп отыр екен. Мұхтар, Абдулазиз, Қайрат деген ағаларымыз. Міне Құдай қаласа. Ал Қайрат аға, құтты болсын. Абдулазиз аға, берекесін берсін. Міне арнайы осы Түркістаннан келіп отырмыз. Осы зауытпен көрейік, танысайық деп. Міне осы зауытта міне 1 литр, 5 литр, одан кейін 10 литр, сосын 20 литрлік сұйық биогумустар шығады екен. Жалпы осы уақытқа дейін Қазақстанда 2 зауыт болса, міне осы 3-ші зауыт болып, осылай Қазақстанда қазір осы сұйық биогумус шығаратын 3 зауыт болып толып жатырмыз. Алла қаласа. Енді оңтүстік өңірден, Шымкенттен алғашқы зауыт болып тұр. Осы сұйық биогумус шығаратын. Бұл кісілермен келісімшартқа отырып жатырмыз. Арнайы осы Түркістан қаласындағы бір филиал ретінде біз осы сұйық биогумустарды егінші диқан бауырларымызға жеткізетін боламыз. Жалпы осы сұйық биогумусты Қазақстан бойынша жеткізетін боламыз, иншалла. Анау шылаушы биогумустарды реклама жасағанға айтамыз ғой. Жер планетасы бойынша жеткіземіз деп ше. Кімге керек соған деп. Жалпы ниетіміз бар, Құдай қаласа, шетелдерге де шығуға, жалпы өзіміздің елімізді, жаңағы өліп қалған жерлерімізді құнарландырбасақ, оған да жетеміз, Құдай қаласа аға. Алла қаласа. Енді Абдулазиз аға, бұл кәсіпорында жалпы сұйық биогумусты шығаруға не түрткі болды, қандай мақсаттар бар алда? Енді бисмиллахир-рахманир-рахим, ең бірінші түрткі бұл өзіміздің жеріміздің құнарландыру үшін жерімізді аз тозған. Сол үшін осы жерді құнарландырайық деп әрекетті бастадық бірінші. Екінші, мынау рынок бос, бізде Қазақстанда жетіспейді бұл өнім, сұраныс көп. Сұраныс болғаннан кейін біз осы халықтың сұранысын, талабын қанағаттандырайық деп соған әрекет жасап, осыны біз шығарайық деп. Себебі біз өзіміз бірінші шылаушын бағып жатырмыз, екінші биогумустың қоюын шығарып жатырмыз. Енді ары қарай екінші этап, үшінші этап жоғарылап, осы сұйық биогумусты қолға алайық деп біз шешім қабылдадық. Керемет. Енді берекесін берсін, әбеке. Алла қаласа, мынау қою биогумустан кәдімгі одан не айырмашылығы бар бұл сұйық биогумустың? Жалпы егінші диқан не ұтады бұдан? Өзінің жаңағы өсімдіктеріне, егіп жатқан алқаптарына пайдалануға не ұтады? Ең бірінші ұтатын нәрсе ол еңбек қолдың азаюы бірінші. Ыңғайлы болу екіншіден. Мысалы үшін адамды жалдайтын болса, әрбір түбіне дақылдың, оны қазып, оның түбіне биогумустың қоюын тастап, неғылған қанша адам жалдайды, қанша уақыт кетеді. Бұл жерде сумен жібере салады, суғаратын болса, немесе шашатын болса, жапырақтан шаша салады. Капельный орошение болатын болса, өзінің арнайы суғаратын бочкасына құя салады. Бұл сұйық биогумусты тамырға өз тамшылап барып неғылады. Ең маңыздысы сол, қолайлы бұл халыққа. Әдемі. Енді бұл жерде мынау сұйық биогумусты айтып тұрмыз ғой, үй жағдайында істеу мүмкін емес деп ше, жалпы. Өйткені себеп бұл жерде тек сумен биогумусты екеуін араластыру арқылы шықпайды. Бұғанда өзі керекті қоспалары қосылады дедіңіздер. Оның ішінде химия бар ма, жоқ па, сол жайлы айтсаңыз. Енді бұл жерде біз үй жағдайында жасау мүмкін емес. Көріп тұрғандарыңыздай, міне 4 бочка арқылы өтеді ол. Әрқайсының өзінің технологиясы бар. Не өтеді, не істейді өзінің. Ары қарай өтіп, біз оны таза өнімге өтеді ары қарай. Оны үй жағдайында ешқандай істеу мүмкін емес. Енді қосылатын нәрсесіне келетін болсақ, қосымша өзінің витаминдер қосылады бұған. Ешқандай химикаттар қоспаймыз біз.
Арнайы бұны технологиясын бізде сатып алдық. Сол себепті оны құпия қосылатын заттар. Жақсы. Неге мынау өндіріспен бір таныстырып өтейік халықты. Мынау елек қой, байқап тұрғаным, иә? Бұл елек не үшін? Бұл елек деп аталады қазақша, сита дейді. Мына төрттік сеткімен алынған. Біздің шылаушындарымыз қазір 1 жыл болды, негізі бір кемінде 6 ай жату керек, 6-7 ай жату керек, шылаушын жеу керек, мына көңдерді. Біздіңкі 1 жыл болды, уже 1 жылда мына желген көңді алып, мынаның ішіне тастайды балдар күрекпен. Күрекке тастағаннан кейін бұл айналады, айналып біз елеп шығарады, тап-таза биогумус болып. Заварка сияқты қылып шығарады. Соны бірінші этап бұл енді. Бірінші этап. Елеп, заварка сияқты қылып шығарамыз биогумустың қоюын, одан кейін екінші процесске өтеміз биогумустың сұйығын шығару үшін. Бисмилла, екінші этабына келдік. Міне екінші этабын айтып жесеңіз, Абеке. Бұл екінші этапта міне електен шыққан неміз, уыстап алып. Биогумусымыз міне шыққан биогумусымызды, осы биогумусты біз мынау арнайы құрылған құрылғыларға саламыз. Салғаннан кейін ол жерде су қайнатылады. Негізі температураның дәрежесі енді өте қайнау дәрежесіне жетеді. Одан кейін таза органикалық қоспалар бар, витаминдер бар. Соларды қосу арқылы 4 бочка арқылы өзінің әрқайсысының технологиясы бар, оның айтылмайтын. Солар арқылы өтіп, мынау 6-шы бочка, 5-ші бочкаға келіп құйылады таза өнім. Одан кейін бұл бочкадан біз мына бочкаларға құямыз. Сөйтіп, бұл бочкалардан біз мынау тараларға 1 литровый, 5 литровый, 4 литровый, 10 литровый, 20 литровый тараларға құйып, тұтынушыларға жеткіземіз. Керемет. Енді қазір осы кішігірім өндіріс зауыт болып тұр ғой, осы жерде қанша адам жұмыспен қамтылып отырсыздар? Осы жерде Құдай қаласа біз қазір 10 адам жұмыс істеп жатыр. Құдай қаласа бұдан да көбейтеміз деген ойымыз бар. Себебі қазір конвейер қоспақшымыз қою биогумусты қаптайтын конвейер келеді. Құдай қаласа ол 5 кило, 10 килолық, 25 килолық және 50 килолық қаптарға қаптаймыз. Өзіміздің арнайы мынау биомак брендімізбен не қыламыз. Оған да Құдай қаласа бір 4-5 адам жұмысқа тағы да қосымша алатын шығармыз. Себебі сол кезде көрінеді ол жұмыс барысында. Керемет. Енді бір тағы бір сұрақ, сұрақтан сұрақ шығып жатыр ғой, жалпы. Осы істі айналысып жатқан адамдар аз емес қазір таңда. Жалпы өздеріңіздің мынау қою биогумустарыңызды толық игеріп алсаңыздар, ертең өздеріңіздің сұйық биогумус шығаруға қою биогумус керек болады енді өздеріңізде бітсе. Сол кезде жалпы халықтан қабылдайсыздар ма? Қазірдің өзінде біз қабылдап жатырмыз. Аз мөлшерде және өзімізден шылаушын алған адамдардан белгілі мөлшерде алып қабылдап жатырмыз. Ертең Құдай қаласа мынау өндірісіміз кеңейетін болса, басқа адамдардан да Құдай қаласа қабылдаймыз. Енді тағы бұл жерде айта кететін нәрсе, бұл сонда біздің заводымыздан бірінші өніп жатқан нәрсе биогумустың қою шығып жатыр. Екінші сұйық биогумус, үшінші биогель шығып жатыр осы жерден. Одан соң тұнба деген несі бар. Ең соңында мынау маңыздың бәрі қалған продукцияны тұнба дейді. Сол продукцияны да шығарып жатырмыз. Жалпы жаңағы айтып жатқан биогель, тұнба деген нәрселер бар ғой. Мен кейін монтаж барысында көрсетіп кетемін, мына осындай деп. Сол майонездің құтысына құйып, Россия уже шығарып, біздің мынау магазиндердің сөресіне қойып қойған. Ол дегеніміз, біз қазақ жалқау емес негізше. Көзін көрсетсе істейді ғой. Бірақ сол нәрселердің көрсететін біз елге жеткізуіміз керек та, оны қалай істеу керек, не істеу керек деген секілді. Сол нәрсені біз міне Құдай қаласа алғашқы этаптарында келіп жатырмыз міне. Ертең ол жаңағы майонездің құтысы секілді нәрсені де бұл кісілер алып, оны да шығарады. Ертең Алла қаласа арнайы штих-кодтары басылып, мынау үлкен магнум секілді магазиндерде тұратын болды нәрсе. Оған күнге де жетеміз. Құдай қаласа. Сертификат Құдай қаласа алынды бізде. Штрих-код Құдай қаласа алынды. Ол 2 күн ішінде келеді. Бәрі заңды, қазіргі заманның талаптарына, өкіметтің Қазақстан Республикасы заңдарына сай қылып бәрін жасап жатырмыз. Керемет. Мына сіздерге жалпы бір этаптарда бір көрсетейік.
біздің істеп жатқан ісімізді негізі жалпы әрбір фермерде осындай сұйық биогумус өндірісін зауытын ашу ниетті, барлығының арманы. Сол арманға осы үш ағамыз бірігіп отырып жетіп отыр. Біздің енді этаптарымыз, жұмыстарымыздың этаптарын бір көрсетейік сіздерге. Мынау көң, қарапайым ауылдағы, кез келген ауылда мусор болып жатқан көң, міне көріп тұрсыздар. Bir жерде мусор болып жатыр, бір жерде тастап жатыр, бір жерлер кезек істеп нан жауып жатыр. Енді осы мысалға көңнің бір отын қолданбаса құны жоқ негізі. Ал енді осы дүниеге біз калифорниялық шылаушынды салу арқылы біз мынандай қара шірік топырақты өндіріп жатырмыз. Міне көрдіңіздер ме? Міне қара шірік топырақты еленгені, дайын өнім уже. Әрбір лумкіге түбіне тастап, кез келген қызанақ, қияр болсын, болгар бұрышы болсын, барлық өнімге қауын, қарбыз соған түбіне тастап, осымен өнімділікті арттырамыз біз. Енді ағаларымыз осыдан, осы қара шіріктен мынандай осындай бочкілерге салу арқылы, арнайы өзінің технологияны өту арқылы, осындай сұйық биогумус шығаруға жетті. Алла қаласа. Енді әбеке, осы сұйық биогумусты шығаратын зауыттарыңыз құтты болсын, берекесін берсін. Рахмет. Жалпы бүйтіп байқап отырсам, көлемі үлкен екен. Енді күнінен неше тонна шығаруға шамаларыңыз жетеді. Және де бұл жерге инвестицияға қанша ақша кетті? Сол жайлы айтсаңыздар, жаңа бірігулеріңіздің мақсаттары не? Енді бұл объем дейтін болсақ, күніне 3 тонна минимум шығару шамасы жетеді. 4 тоннаға дейін күніне шығаралады, 4 тонна шығаралады. 3 тоннаның үстінде шығарады. Инвестиция келетін болсақ, әрбір адам бұны қолынан келе бермейді, көп қаражат талап етеді. 50 миллионға жақын инвестиция тартып, өзіміздің ақшаларымызбен осыны 50 миллион расход қылдық қой. Мынаған қазір 50 миллион теңге кетіп отыр. Мына жаңағы алдыңғы сөздеріміздің бір дәлелі, жаңа сұйық биогумусты үй жағдайында істей алмайтынымыздың бір дәлелі осы болып тұрды. Осындай күнде 3 тонналық өнімді шығару үшін мына жерге 50 миллион теңге салынып отыр. Байқасаңыздар. Сол, жалпы өзіміздің осы оңтүстікте осы зауыттың ашылғанына шын жүректен қуаныштымыз. Алла тағала берекесін берсін. Алдағы уақытта осы сұйық биогумустың Түркістанның аумағына дилер ретінде, бір филиал ретінде біз де сататын боламыз. Берекесін берсін, әбеке. Рахмет, Алла разы болсын. Құдай қаласа берекесін берсін. Барлықтарыңызды осындай таза органикалық нағашпен өндіріп, егін егіп, пайдалануды Алла тағала нәсіп қылсын. Денсаулығымызды жақсы болсын, Құдай қаласа. Бай қуатты болайық бәріміз. Амин. İsteyemediler bu. Hatırlat.